Грекияны жеңсек, Еуроға баруға мүмкіндігіміз еселене түседі. Одан кейін әрине алда Люксембург не Грузия бар. Бірақ ол мүлде басқа әңгіме. Себебі біздің үлкен тосқауыл ол тарих пен аңыз әңгімелерге бай Грекия мемлекеті болып тұр. Бүгінгі видеода гректер қалай ойнайды, осы іріктеу ойындарында қалай ойнады және оларға қарсы қалай ойнасақ дұрыс деген сұрақтарға өзімнің мүмкіндігімше жауап беремін. Мұндай сұрақтарға бірден жауап бермес бұрын мен біраз зерттеу жүргіздім. Іріктеу кезеңіндегі барлық 8 ойын тартып алып, әр ойынындағы статистикаларға қарап, шамасы бір нәрсе түйгендеймін. Менің ойларым ол жай менің ойларым, яғни менің блогым. Мен бапкер не тактик емеспін. Жай ғана сіздер секілді футбол жанкері. Сол үшін де сөздерімді бір шешуші фактор ретінде қабылдаудың қажеті жоқ. Одан да Грекияны жеңу үшін қосар ойларыңыз болса, пікір бөліміне жаза кетіңіздер. Бірге талқылап та көрейік. Сіздермен бірге желі аяқтарнасы және оның жүргізушісі мен Беклан. Қолдау ретінде видеоға лайк басып, арнама тіркеле кетіңіздер. Геродот, Аристотель, Архимед секілді ұлы тұлғалар шығарған Грекия мемлекеті тарихымен мақтанғандай, футболмен аса мақтана алмайды. Әрине 2004 жылы Еуропа чемпионы болды. Бірақ бір қызық айтайын. Бұл чемпиондық сенсация чемпиондық болған. Бұл енді ұзақ әңгіме. Чемпион болғанға дейін Еуропа чемпионаттарының соңғы 5-інің тіпті іріктеу кезеңдерінен де өте алмаған. Тек 1980 жылы топтық кезеңде ғана өнер көрсеткені болмаса, оған дейінгі тағы 5-інде де шетте қалып қойған. Бәлкім чемпион болған соң жағдай жақсы болды дерсіздер. Жоқ. 2008 жылы тек топтық кезеңмен шектелсе, 2012 жылы 1-4-ке дейін барыпты. 2016 мен 2020 жылдары тағы да ілінбей қалды. Ал әлем чемпионаттарында жағдай қалай? Жалпы 22 рет болған бұл сайыста тек 3 рет қатысып үлгеріпті. Оның өзі 1994 пен 2010 жылдар топтық кезең ғана болса, 2014 жылы 1-8 кезеңіне дейін барған екен. Болды. Біз деңгейлі деп айтуым тым артық шығар. Алайда Франция, Германиялармен салыстырғанда деңгейі өте төмен. Тойтарыс беруге әбден болады. Қазіргі құрамы қандай? Ойыншылары қандай клубтарда ойнайды? Қақпашылардан бастайын. Негізі қақпашы өткен жылы Бенфикадан Ноттингем Форестке ауысқан. Қалған екі қақпашы Заглембе және Олимпиакоста ойнайды. Қорғаушылар: Ливерпуль, Вест Хэм, Шеффилд Юнайтед, Норвич, Калери, АЕК, Кардифф секілді атақты командаларда ойнайды. Ішінде ең атақтысы Ливерпульдегі Цимикас Константинос. Қазіргі таңда бұл ойыншы ұзақ жарақатынан кейін алаңға шығып жүрген жоқ. Жартылай қорғаушылар: капитаны Бакасетас Анастасиос дәл қазір Грекиядағы Панатинаикосқа ауысты. Оған дейін Трабзонспорда ойнаған. Басқалары Бундеслигадан Герта, Анкара Гижу мен Башак Шекир, сосын Олимпиакос, ПАОК, АЕК секілді Грекияда өнер көрсетеді. Шабуылшылар: Нидерландтан Аз Алкмар, Түркиядан Трабзонспор, ақш-тағы Атланта және тағы да Грекиядағы клубтар. Ел жерді жарып жатқан атақты футболшылары бар дей алмаймын. Өз басым санаулы футболшыны ғана таныдым. Оның үстіне олар таразының екінші жағын қатты көтере қоймас. Бізге қарағанда тәжірибелері бар шығар. Бірақ оларды асып тасып бар жатқан ойыншылар деу қателік. Ал өзіміз неше рет кездестік. Ол кездесулерді қазіргі көзқарасқа қоса алмаймыз. Өйткені тым ескі. Есепшін айтайын, 2006 жылғы әлем чемпионатының іріктеу кезеңдерінде 2 ойында да есе жібердік. Біз 12 ойын ішінде 1 ұпай еншілесек, Грекия 21 ұпаймен сәл ғана жетпей шетте қалып қойыпты. Одан кейін кездесу 2006 жылғы жолдастық ойын. Тағы да жеңіліс 0-2. Ал осы іріктеу кезеңдеріне назар аударсақ, тобында Франция, Нидерланд, Ирландия және Гибралтар болды. 8 ойын өткізіп, 13 ұпай жинапты. Нәтижесінде 3-ші орын. Бұлай қарасаң, өзіне лайықты орында тұр. Франция мен Нидерланд құрамалары расымен де өте мықты. Гибралтар мен Ирландияны 2 ойында да жеңген. Нидерландтан 2 ойында да жеңілген. Ал Франция мен 1 ойын жеңіліс, 1 ойын тең. 14 гол салып, 8 гол өткізіп алыпты. Өзінің қақпасына 3 рет пенальти қойылыпты, оның 2 ғана салынған. Голдардың статистикасына көшейік. Назарларыңызда қай минуттарда көп гол салғаны туралы ақпарат. Тайм басталғанда күшіне енетін көрініп тұр. Ал доп салдырып алған бойынша статистика міне. Осал болатын минуттар бірінші таймның соңы екен. Ойыншылардың нәтижелі іс-әрекеттері ше: Георгиас Масура 5 гол, капитаны Анастасиос Бакасетас 3 гол мен 2 ассист, Константинос Мавропанос 2 гол, Димитриос Пелкас 3 ассист, Димитриас Яннулис 2 ассист. Ойындардың өзіне келдік. Сіздерге гректер қалай гол соқты, қалай гол жіберді және қалай қорғанып жатыр соны көрсетемін.
Ең алғашқы ойындар Гибралтарға қарсы Гибралтардың жерінде болды. Есеп 0-3. Видео басында айтқанда мен ойындардың бәрін көріп шықтым және кім қалай ойнаған туралы жобамен болсын айтып бере аламын. Алайда басты назар аударатын факторлардың бірі ол әр ойындағы статистика. Сандарсыз да бір жақсы ой шығару қиын. Сол үшін оған жүгінгеніміз жөн. Гибралтар өте әлсіз. Оны мойындауымыз керек. Сол себептен де Грекияның бар күшін салғанын байқау қиын. Алдарыңызда ойындағы барлық сандар. Соққылар бойынша да, шабуылдар бойынша да, тіпті допқа ерікте еселеніп басып тұр. Ойын басталғалы Гибралтар допты қопалданып ұстап жатты. Грекия бір ойынды оқып, аяқтарын тығып емес, жай прессинг арқылы допты өздеріне бағындыруда болды. 11 минутта қарапайым шабуылдан кейін Георгиос Масурас оң қаптал жақтан жойқын етіп арғы бұрышқа теуіп есеп ашты. Негізі өте жақсы соққы. Тек Гибралтардың емес, көптеген елдің қақпашылары да ұстай алуы екі талай. 45 минутта Димитрос Пелкас арқасымен қорғаушыға тосқауыл болып, Манолис Сиописке пас береді. Қайтадан жойқын соққы. Гол. 58 минутта арттан әуелетіп әдемі келген пасты капитан Анастасиос Бакасетас асықпастан тосып алып, есепті 3-ке дейін жеткізді. Енді қарайық. Қай гол әдемі пастармен тактика арқылы өрбіп келді. Меніңше тек бірінші гол ғана. Сол жақтан келген пасты капитан өзіне адамды тартып өткізіп жібереді. Сосын бірнеше пастардан кейін гол болды. Екінші гол шеберлік. Үшінші гол тіпті үлкен қателік. Гибралтар ойыншылары ұйықтап қалды. Бұл ойында маған ұнағаны сол Анастасиос Бакасетас есімді капитан. Біздің Асқат тағы берген секілді ойының бәрі осы кісі арқылы жүреді. Соққысы да өте мықты. Одан қалса денесі ше. Ван Дейкпен болсын иық соқтыруға күші жетер. Қалған ойыншылар аса көңілінен шыға қоймады. Келесі ойын. Грекияның жерінде Ирландияға қарсы. Есеп 2-1. Соққылар бойынша Грекия бұл жолда алда. Бірақ шабуылдар мен допқа иелік бойынша тең болып тұр. Ал негізі ойын қалай өрбіді? 15 минутта капитан қолға тиген доп арқылы болған пенальтиді мүлтіксіз орындады. 27 минутта енді ирландықтар бұрыштамадан кейін есепті теңестіреді. 49 минутта қайтадан сол капитан Анастасиос Бакасетас қарсыластың ауынан Георгиос Масурасқа бірнеше адамнан өткізіп құйтырқы пас шығарады. Ары қарай арғы бұрышқа шиіріп тебілген әдемі соққы голға айнала қалды. Сонымен ойын ары қарай да толық позициялы шабуыл арқылы жүрді. Ойынды көріп отырып, мынандай ой туындады. Екі бірдей команда тек жейделер басқа. Себебі пас берулерде, шабуылдары да өте ұқсас. Іш пысудың көкесі. Ирландияда да бір жарып тұрған ойыншыны көре алмадым. Күнтізбедегі үшінші ойын азулы Францияға қарсы. Француздардың жерінде гректер 1-0 есебімен ұтылды. Осыған дейін статистикаларда басым тұратын гректер бұл жылы тек номер 2 болып қалды. Барлық көрсеткіш бойынша 2 не 3 есе төмен тұр. Әрине Мбаппе, Гризман, Коман, Эрнандес секілді әлемдік деңгейдегі ойыншыларға қарсы ойнау өте қиын. Естеріңізде болса, Қазақстан Франция жерінде масқарасы шығып ұтылған еді. Енді ол басқа әңгіме. Қазір Қазақстан ұтылса да, ондай ірі есеппен ұтыла қоймас. Сонымен матчта гректер қалай ойнады? Өте нашар ойнады. Қақпаларынан гол тек пенальти арқылы ғана кірді ғой десек те, алаңда гректердің орны мүлде білінген жоқ. Франция доптан тек шабуыл сәтсіз болғанда ғана айырылып жатса, гректер 2-3 пастан кейін қателік жасап айырылып жатты. Майк Маньянның қақпасына 2 рет тура соққы жасалған. Біріншісі өте әлсіз. Екіншісі қақпашыға ыңғайлы. Болт, әлем чемпионы деген жай май атақ емес екен. Одан да көп гол салуларына болар еді. Бірақ Францияның қатты бір құлшынысы мен сәттілігі болмады. Бұл ойында гректерге анализ жасау тіпті қиын. Себебі не доп ұстай алмаса, не шабуылдай алмаса, кімнің қалай ойнап жатқанын қалай білеміз. Алайда бұл ойында қорғанысы мықты болғаны рас. Француздар қанша тепсе де, денелерімен, аяқтарымен тосқауыл болып жатты. Төртінші ойынға да келдік. Грекия Нидерландтың жерінде 3-0 болып жеңіліс тапты. Бірақ статистика бойынша 3-0 дегенге еш ұқсамайды. Әрине соққылар бойынша артта қалғанымен, шабуылдар, допқа иелік, пастар бойынша да тең не сәл жоғарыны көріп тұрмыз. Бұл жерде тағы да сол жеке шеберліктер қатты рөл ойнап кетті. Мына статистика жай сандар екеніне көзім жетті. Грекия допқа иелікті көбінесе өзінің алаң жағында ұстаса, нидерландықтар гректердің жерінде ұстады. Нидерландықтардың шабуылдары гол болуға жақсы болса, гректердікі орта жолда аяқталып жатты. Мынандай қызықты көрдім. Гректер шабуылға жай шығып бастаған кезде Нидерландтар клоп көрсететіндей прессинг жасап жүрді. Сосын гректер амал жоқ доптарынан бірден айырылып жатты. Бірақ менің байқағаным, гректер бәрібір бізге қарағанда прессингке қарсы жақсы төтеп бере алады екен.
Ондай бір Франция, Испания секілді емес. Алайда өзінің деңгейіне және өз деңгейлес командалармен салыстырғанда әжептәуір жақсы. Сосын гректер қарымта шабуылға өте көп шықты. Себебі қарсылас команданың бәрі бергі жақта орналасып алған. Алайда шешуші сәт келген кезде бір адамды алдап кететін не әдемі пас беріп нүктесін қоятын адам табылмады. Сәтті өткен бірі болсын дриблингті де көре алмадым ау сірә. Егерде олардың құрамында бір Модрич пен Дибала секілді ойыншы болса, біраз жерге жетіп қалар еді. Айтпақшы, голдардың бәрі әуелетіп келіп салынды. Сол себепті гректердің қорғанысынан бір мін таба қоймадым. Тым қиын голдар. 5-ші ойындар қайтадан ең әлсіз Гибралтарға қарсы. Бұл ойынға бір сын айтып мазақ болмайықшы. Мына статистиканы қараңыздаршы. Гибралтар 29% допқа иелік етіп, қақпаға 90 минут бойы бір болсын соққы жасай алмады. Қауіпті шабуылдары тіпті күлкілі. 103 пен 5. Гректер 5 гол соғып үлгерді. Оның 3-ші мен 5-ші голдарын әдемі пас арқылы салды десек, қалған голдары не әуелетіп, не кездейсоқтықпен. Келесі ойынға өтейік. 6-ші ойындары енді Ирландияның жерінде болды. Есеп гректердің пайдасына 0-2. Алдымен сандарға көз жүгіртейік. Кішкене болсын Ирландия сәл басым тұр. Ойында да солай болды. Ирландықтардың шабуылдары әдемі әрі өткір. Алайда нүктесін қоятын адам табылмай жатыр. Гректерде қарсыластарына қарағанда алаңда сауатты ойнап жүрді. Пастар мен допқа иелігі жоғарғы деңгейді көрсетті. Алайда салған 2 голдары ондай позициялды не пас арқылы деп айту қиын. Бірін Семикастың айып алаңына әуелеткеннен кірсе, екіншісі қауіпті қарымта шабуыл арқылы өрбіді. Гректерге қарағанда ирландықтардың жеке шеберлікке сенген ойыншылары көбірек. Алайда шабуылды аяқтап беретін адам болмаса, олардан не қайыр. 7-ші ойын. Гректердің қорқынышына айналған нидерландтар гректерді тағы да жеңіп отыр. Бұл жолы тіпті өз алаңында. Есеп 0-1. Нидерландтар бұл ойында 2 рет пенальти теуіп, тек біреуін ғана салалды. Ал ойын бойынша гректер аса басымдықты көрсетті деуге тілім бармайды. Әрине күштірек болды. Әрине шабуылдары өткірлеу болды. Бірақ алаңда лидер екендерін байқай қоймадым. Гректердің қорғанысты оң жақтан да, сол жақтан да шабуылдап бұза алмай, тек аспаннан келген пастар арқылы нәтиже шығарғысы келді. Іріктеу кезеңдеріндегі соңғы ойын Франциямен өз алаңдарында өтті. Есеп 2-2. Сұмдық па? Әрине сұмдық. Сонау Францияға 2 гол салып, тең есепті соңғы нәтиже ету әдемі жетістік. Ал ойын қалай өрбіді? 8 ойын ішіндегі ең ұнағаны осы ойын болды. Францияда өте әдемі ойнады. Грекияда мақтауға тұрарлықтай ойын көрсетті. Статистикаға бір үңілейік. Сосын ойын қалай болғанын айтайын. Кез келген көрсеткіш бойынша Грекия 2 есе қалып тұр. Бірақ арнайы осы ойынға жасаған тактикасы маған ұнады. Франция білесіздер ғой, допқа да иелікті әдемі ұстайды. Бәрін алдап кеткісі келіп тұратын ойыншыларда тістерін қайрап тұрады. Гректер оны біліп, әдеттегідей 4-3-3 емес, 3-5-2 схемасын қойып, толық қорғанысқа жата қалды. Жай ғана қорғану емес. Мысалға доп француздарда болса, гректер бірден прессинг арқылы допты алуға асықты. Алған соң әдемі пастар арқылы бірден қарымта шабуылға шығуға бет алып тұрды. Бұл жолы пастарында қателік алдыңғы ойындарына қарағанда көп байқала қоймады. Бірінші голы 3 соққыдан кейін әрең кірді. Жарайды. Ал екінші голы ше? Екінші голы тамаша. Әдемі әуелеткен пас, әдемі жүгіріс және әдемі пас арқылы болған әдемі гол. Француздар 2-1 болған кезде түңіліп қалды. Енді француздардың голына келейік. Алғаш гол футболдың стандарт тактикасына сай қабырға қызметтерімен тоқтатуға мүмкін емес дегірді. Екінші гол Фафананың жеке шеберлігі. Жалпы гректер бұл жолда өте жақсы қорғана білді. 8 ойын ішінде көргені бойынша Грекияның әлсіз жерлерін тізіп шығайын. Бірінші, өзі прессингті жақсы көргенімен қарсы прессинг жасаса шашылып қалады екен. Екінші, қорғанысты пас арқылы бұзып кіре алатындай күш жоқ. Ешқандай голдары позициялды пастар арқылы кірмеген. Тек алыстан соққы, әуелеткен пастар не қарымта шабуыл. Үшінші, пас арқылы болмаса, онда алдай алатын мықты ойыншылар бар шығар. Ондайды байқамадым. Вингер деген футболшылардың өзі бір адамға келген кезде шағылып, алданып жатты. Олардың қасында Исламхан, Самородов, Теснаковтар, Месси секілді көрінеді. Төртінші, допқа иелік жақсы болғанымен қарсы алаңға шыққан кезде пастарын қате бере бастайды. Ал енді Грекияның мықты жерлерін айтайын. Бірінші, допты бізге қарағанда қорықпай ұстайды. Қорғаныстан шабуылға қарай емін еркін қанша қысым болса да әдемі шығуға тырысады. Екінші, алыстан жойқын соққы жасайтын ойыншылары өте көп. Әсіресе капитаны тым мықты. Қорқу керек ойыншы болса, осы ойыншыдан қорқу керек. Ойынды жүргізетін де, гол да салатын осы капитаны. Үшінші, пас арқылы онша өте алмайды дедік қой.
бірақ сол қарымта шабуыл арқылы әлсіз қорғанысты тесіп кетеді. Төртінші, қорғанысы үлкен құрамалармен бірдей деңгейде. Ешкім алдап та, соққы жасап та нәтиже шығара алмай келеді. Дер кезінде аяқтарын қойып кедергі болып жатты. Сол үшін бізге бұл қорғанысты бұзу өте қиынға соғады. Қалай ойнауымыз керек? Қалай жеңе аламыз? Мен әрине басын айтқандай тактик не бапкер емеспін. Алайда қарап отырып анализ құрғанды жақсы көрем. Әлсіз мықты жерлерін айтқан соң шешім шығаруға мүмкіндік пайда болды. Дәл осы жолы 5 қорғаушымен ойнау деген дұрыс болатын секілді. Себебі олардың қарымта шабуылына 2 ғана қорғаушымен қалу өте қауіпті. Ал ортадан пас арқылы келуі 2 талай. Сосын біздің алаңға қадам басқан сәттен бастап тоқтаусыз прессингке жығылу керек. Прессингті күшейткен сайын доптан тезірек айырылады. Нидерландпен ойын соған дәлел. Менің қуанатын да, қорқатын да сәттерім болып тұр. Қорқатыным олардың ойыншылары бабында болатыны. Ол жақта чемпионат қызып жатыр. Ал бізде енді ғана басталу үстінде. Зайнутдинов, Әліп, Айымбетов қана ойнап жүр демесек, басқалары тек жолдастық кездесулер арқылы жаңа тактикаларды сынаумен болды. Ал қуанатыным олардың бізді менсінбей қалуында. Әрине, егер сондай болса, бізге үлкен пайда. Барлық ойыншылары біз жаққа ауысқан кезде біздің жылдам ойыншылар арқылы қарымта шабуылға шығу қиынға соқпайды. Ең бастысы олар қорғанысқа жатып алмаса болды. Бірақ Францияға қарсы ойнағандай бізге де солай ойнайды дегенге күмәнім бар. Мойындаймын, гректер бізге қарағанда сауатты ойнайды. Нағыз Еуропа стиліндегі футбол. Ал біз бұл футболға жақында ғана қадам басып келдік. Оған дейін футболымыз түсініксіз еді. Өз елім, жерім болған соң сенгім келеді және сенемін. Алға қазақ елі, алға Қазақстан.